Ал оқушылар, қазір бізде қандай сабақ? Сабағы. Сабаққа деген көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Олай болса, бүгін сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде ерекше сабақ. Яғни біз сабағымызды түсірілімге түсіріп жатыр, сондықтан мұқият тапсырмаларды тыңдап жауап беруге тырысамыз. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін мына экрандағы берілген әріптерге назар аударайық. Осы әріптердің ішінен мағыналы сөздерді тауып оқимыз. Қандай сөз шықты? Қазақстан деген сөз бар, сосын мейрамдары деген сөз. Сонда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дәптерлерімізді ашып, күннің жадысын жазамыз және тақырыпты жазып қоямыз. Қазақстан халықтарының мейрамдары. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты, яғни зерттеулер негізінде Қазақстан халықтарының ұлттық мерекелерін шығармашылық түрде ұсыну. Яғни сендер бүгінгі сабақта Қазақстан халықтарының мерекелерін, мейрамдарын тойлау әдістермен, түрлермен танысасыңдар, және оларды тойлауды оқып үйренетін боласыңдар. Олай болса, оқулығымызды ашамыз. Аштық па бәріміз оқулығымызды? Енді мынадай тапсырма. Сіздерге жұптық жұмыс беріліпті. Сыныптасыңмен ой бөліс дейді. Қандай сұрақ қойған? Біздің елімізде қандай мерекелер аталып өтіледі? Ал қандай мерекелер аталып өтіледі біздің елімізде? 16-шы желтоқсан, 1-ші желтоқсан, 30-шы тамыз, аталып өтіледі. Енді мереке күндері адамдар немен айналысады? Мереке күндері адамдар немен айналысады? Адамдар түрлі ойындарға, және сол күні адамдардың барлығы мерекелерде кейбір демалады екен. Ал мереке деген сөзді, мейрам деген сөзді естігенде көз алдарына нелер елестейді? Яғни жақындарымызбен, достарымызбен жылы жүздесу, және от шашулар, мол дастархан, міне мереке дегенде көз алдымызға осындай көріністер елестейді. Енді мына жерде сіздерге экраннан қарасаңыздар, міне жаңағы әуендер, түрлі түсті шаралар, гүлдер деген сияқты, одан кейін мол дастархан, сосын от шашулар, түрлі іс шаралар, яғни спорттық ойындар олар, немесе қазақша күрес, қыз қуу деген сияқты ұлттық ойындар ойнатылады екен мереке күндері. Енді оқулығымызға қараймыз. Осы мереке деген, мейрам деген сөзді біз 3 тілде айтып көрейікші. Мереке деген кім айтуға қалады? Қазақша, Алиқан қазақша қалай аталады мереке? Орысша қалай аталады? Орысша праздник. Ағылшынша? Ағылшынша фест. Фест деп аталады. Дұрыс қой. Келесі отырағы, келесі атамыра достық. Дружба. Френскис. Дұрыс па? Дұрыс. Жақсы. Енді оқулығымыздағы мәтінге назар аударайық оқушылар. Оқулығымызда мәтін берілген, қандай мереке туралы екенін біз бірінші қазір кім оқып қарайды? Айша оқиға, бірінші сөйлемін оқиға. Қазақстанда әртүрлі ұлт өкілдері достыққа және өзара келісімде бірге өмір сүріп жатыр. Дұрыс. Оқи бер ағай. Олардың қатарында 100-ден аса ұлт өкілдері бар. Орыстар, украиндар, ұйғырлар, татарлар және басқа да халықтардың туып өскен жері ата мекені бір елдің отаны
да бар. Біздің елімізде басқа да көптеген мерекелер аталып өтеді. Олар ұлттық, мемлекеттік, кәсіби болып бөлінеді. Жақсы, отыра ғой. Ал не дейді? Қазақстанда әртүрлі ұлт өкілдері ынтымақтастықта, татулықта, бірлікте өмір сүріп жатыр. Және елімізде қанша ұлт өкілі бар дейді? 100-ден өкілдері тұрады. Жаңағы осы барлық ұлттың барлығы біздің мемлекетімізде өмір сүріп жатқандықтан, яғни бір отанда өмір сүріп жатқандықтан, олардың бір-біріне деген қарым-қатынастары қандай дейді? Өте тату және бір-бірінің мәдениетін білетін, жаңағы әртүрлі ұлт өкілдері осы біздің бір Қазақстанымызда, отанымызда өмір сүріп жатыр. Осы мерекеге орай біздің тұңғыш елбасымыз 1995 жылы, яғни 18 қазанда осы әртүрлі ұлт өкілдерінің мәдениетін, салт ғұрпын насихаттау мақсатында 1 мамырды ұлттық бірлік күні, яғни Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесі деп атап өтіп және жариялаған екен. Содан бері бүкіл жер жүзінде, бүкіл Қазақстанның барша жерінде осы 1 мамыр мерекесі тойланып келе жатыр. Енді ары қарай мерекелердің өзі оқушылар 3-ке бөлінеді екен. Қандай мерекелер болып? Мемлекеттік мерекелер болып 3-ке бөлінеді. Енді мына жерде суретінде қарауларыңызға болады. Ұлттық мереке дегенге қандай мереке жатады екен? Ұлттық мереке дегеніміз, яғни осы Қазақстанның дамуына, өркендеуіне ерекше банағы үлес қосқан сол тарихи оқиғаны осындай ұлттық мереке қылып тойлайды екен. Яғни ол қандай мереке екен? 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Сонымен қатар мемлекеттік мерекелер болады. Олар енді қоғамдағы банағы әртүрлі оқиғаларға, тарихтарға негізделіп жасалған мерекелердің бірі. Оған 8 наурыз, 9 мамыр деген мерекелер осы мемлекеттік мерекеге жатады. Одан басқа кәсіби мереке болады. Кәсіби мереке аталып тұрғандай, кәсіптерге арналған мереке. Оған дәрігерлер, ұстаздар, құрылысшылар, шахтерлар, мұнайшылар, жаңағы басқа көптеген мамандық иелері өздері ғана тойлайтын мерекенің түрін айтамыз. Ол мерекеде біз ешқандай жаңағы демалыс жарияланбайды екен. Естеріңде болсын, кәсіби мерекеде демалыс жарияланбайды. Тек әр саланың мамандары ғана өзінің мерекесін тойлайды. Ал мына мемлекеттік ұлттық мерекеде арнайы демалыс жарияланады. Және сонымен қатар біздің елімізде, біздің Қазақстанның тарихи дәстүрлі дінінің бірі ислам діні. Қазіргі ислам дінінің мерекелері бар. Ораза ай және Құрбан айт мерекелерінде атап өтеміз. Және ол күндерге де демалыстар беріледі. Енді қарай, не көріп тұрмыз? Ал күнтізбені бұрыннан білесіңдер, ол біз күндердің тізбегін көру үшін ғана пайдаланбаймыз, және одан ерекше түстермен нелер көрініп тұрады? Қызыл. Нелер қызыл түстер? Мерекелер. Яғни біз күнтізбеге қарай отырып, мереке күндерін анықтап, олардың жақындап қалғанын біліп, сол мерекеге орай біз нағыла бастаймыз, дайындала бастаймыз. Енді оқушылар, енді бана күнтізбеде қарасаңыздар, қызылмен белгіленген күндер өте көп, енді ол бүкіл жыл бойындағы мерекелердің саны. Енді бізде қазір қай ай? Мамыр айы, көктемнің соңғы айы. Енді мен сендерге мынадай тапсырма бергім келіп тұр. Мамыр айында
дағы жаңағы мынадай тапсырма. Тек қана мамыр айы көрсетілген осы 2022-ның бізде осы қазір бір оқушы шығып, маған мамыр айында қандай мерекелер бар екенін белгілеп көрсетеді. Қандай мерекелер бар осы күні кеше атап өттік осы мерекелерді. Кім маған көрсете алады? Жанет? Қазір қай мереке? Қошай болсын. Сол күні қошай. Дұрыс. 1 мамыр мерекесі. Ол қандай мереке? Жазағы. 1 мамыр бірлік ынтымақ күні дейді. Жақсы. Келесі қандай мереке? Тағы осы мамыр айында мереке бар ма? Бар ма 1 мамырдан басқа? Тағы Ахмет. 9 мамыр. Қандай мереке оқушылар? 9 мамыр. Ұлы жеңіс күні мерекесі. Бұл 3 мерекеде бұл мемлекеттік мерекеге жатады екен. Ал одан басқа бана Нұрайна айтты, отыра бер. 12 мамыр кімдер мерекесі дейді? Дәрігерлер мерекесі дейді, дәрігерлер күні дейді. Отыра ғой. Дәптерімізге жазып аламыз оқушылар берілгенді. Жаздық па? Ары қарай 2 мерекенің атауын өздерің дәптерге жазып отырасыңдар. Дұрыс жаздық па? Ынтымақ дегенде Жетінші мамырды қалай жазамыз? Кім жаза қояды 7 мамырды? Айранат жаза ғой, 7 мамыр қандай мереке? Отан қорғаушылар күні. Тез жазамын. Отан қорғаушылар күні. Содан кейін 9 мамыр ұлы жеңіс күні деп тек қана осы недегі мерекелер жазып қойсаңыздар болады. Енді ары қарай оқушылар тез жаза қояйық. Түсінікті ғой сонда, мамыр айындағы бұл қандай мерекелер? Мемлекетті мерекелер екен. Енді әр топқа мынадай тапсырма оқушылар. Топтық жұмыс жазып алайық, бізде толық қояр. Міне, 1-ші топқа мынадай тапсырма. Тапсырмамен таныса беріңдер. 2-ші топ. 3-ші топ. Бірінші топтың тапсырмасы. Оқы, не дейді? Оқыш? Оқы, сөйлемдерді. Тиісті сөздермен толықтыр. Мына сөйлем бұл оқисыңдар, қандай сөз жазылу керек? 4 сөзді тауып жазасыңдар. Түсініңдер ғой. Ал мерекелердің өту сипатына қарай суреттермен атауларын сәйкестендіріп кестені толтырды. Ал атап өту сипаты қандай? Оқушыға атап өту сипаты. Көктемге аман есен жеткендеріне қуанып көрседі. Киіз үйде тігіп, дастарханда, ұлттық тағамда ойланады. Ақсақалдар бата беріп, жастар ұлттық ойындар ойнайды. Қандай мереке атауы? Наурыз мерекесі қандай мереке жатады? Мемлекеттік мейрамға жатады. Тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін тапсырды. Дәрігерлер күні кәсіби мереке. Бұл күні барша Қазақстан халқы ресми түрде демалады. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Жоқ, кәсіби мерекеде не қылмаймыз? Демалыс жарияланбайды ғой дәрігерлер күнінде. Ол дұрыс, бұрыс. Келесі? Құрбан айт, ораза айт, діни мереке. Дұрыс. Отыра. Ары қарай кім? Атамұрат. Жеңіс күні, отан қорғаушы күні, наурыз мерекесі мемлекеттік мерекелерге жатады. Бұл мерекелер қарсаңында Қазақстан халықтарына арнайы шара ұйымдастырып атап өтеді. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі? Альбина? Ғарышкерлер? Мен білім күні бір күнде аштықта әртүрлі ұлт өкілдері достықта және өзара келісімде бірге өмір сүріп жатыр. Қандай сөздер қойдың? Ұлт және бірге. Дұрыс. Келесі аяулым отырады. Елімізде
жүзден аса ұлт өкілдері тұрады. Ұйғырлар, немістер, орыстар, татарлар, украиндар, тағы да басқа халықтардың тауып өскен жері де отаны да бір. Отыра, дұрыс. Қандай сөз қойдың? Жүзден деген ғана. Ақниет, ең соңғы сөйлем болса ғой. Татулығы мен бірлігін көрсететін мереке 1 мамыр күні аталып өтіледі. қандай сөз қойдың? 1 мамыр. Жақсы, жарайсыңдар. Енді алдарыңызда сіздерде әртүрлі жаңағы белгілер бар, ауа райының белгілері бар. Енді егер де бүгінгі күнді мен сабақты жақсы түсіндім, сабақта бәрі маған түсінікті болды десе, күннің белгісін көрсетеміз, қолдарымызды көтереміз. Ал егер де мен әлі түсінбеген сұрақтарым бар, түсінбеген шашырмам болды десеңдер, мына болтты күнді ештеңе түсінбедім, ештеңе ұқпадым, маған әлі түсініксіз десеңіздер, жаңбырдың суретін көрсетесіңдер. Ал қандай белгіні көтереді екен? Ал көрсетейік қолымызда белгілерді. Ал қандай белгіні жасырасың? Жақсы, келесі оқушылар енді үйге берілетін оқу мақсаты, оқулықтарымызда тұр ғой, Қазақстан халықтары тату отбасы деген тақырыпқа өздерінің шағын әңгіме құрап жазып келесіздер. Ол сіздерге үйге берілген тапсырма. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа өте жақсы қатысқан оқушыларға Әлиге, Нұрайнаға, Айзибаға, Альбинаға, мына жақта Әлихан, Аянат, Аяулымға 8 деген ұпай қоюға болады бүгінгі сабаққа. Өте жақсы қатыстыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды.